Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында KFC дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Ең алдымен маринад үшін ыдысымызға су құямыз. Паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш мөлшеріне қарай тұз саламыз. Сарымсақты езіп қосып араластырамыз. Үстіне үн қосып жақсылап араластырамыз. Қоймалжың масса жасаймыз. Жақсылап араластырып болған соң үстіне бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Маринадқа арналған қоймалжың массамыз дайын болды. Ендігі кезекте тауықтың қанаттарын бас жағын алып тастап, екіге бөлеміз. Бөлінген тауық қанаттарын қағазға, салфеткаға қойып, суын сіңіріп аламыз. Қанаттарды дайын массамызға салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Енді кезекте ұнымызға тұз, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка,
кептірілген сарымсақ салып жақсылап араластырамыз. Маринадталған тауық қанаттарды алып ұнымызға аунатамыз. Сковородкамызға сұйық май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған сұйық майымызға қанаттарымызды салып орташа отта пісіріп аламыз. Біздің үй жағдайындағы KFC-міз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған ардақ.